шүкір, жақсы өздеріңіз. Жақсы, Ғалымжан, мен бүгін сіздердің жақсы бір жақтарыңызды айтып жатырмын. Ғалымжан бізде өте сабырлы, қарапайым. Сол қарапайымдылықпен бұл кісі негізі ханшалдалықта да көрінді, сырттан келген адамдарға. Деп қоясың ба? Не айтасыздар? Ғалымжанды мақтап жатырмыз. Күшті бала ғой. Сіз неге ит қалдыңыз? Аспаннан түсе салғандай келіп. Айталатын кім сөйлей саған? Не болды? Жоқ, просто айтып жатырмын да, мен сәл ертерек келуім керек еді деп айтып жатқанмын ғой. Доқ осылай танимыз ба? Иә. Сәл ертерек келуім керек еді дейді. Оны астарын халық өзі түсінер десең. Назым, келіңіз, болмаса мына жақта жігітіңізді алып қоятын шығар. Жүрегім Назымда. Назымда. Білмеймін, бірақ біраз бірге жүрген. Күшті. Еңілік, мен бүгін сіздерді мақтап жатырмын. Мақтап дегенде өзімнің осы күнге дейін көрген бір қасиеттеріңізді айтып жатырмын, жақсы қасиеттеріңізді. Енді еңілікпен біраз жылдан бері таныс болып келе жатырық. Еңілік өте бір ерке қыз. Сіздерге теледидардың ар жағынан бір суық көрінгенмен ерке, бір сондай өте нәзік, ақкөңіл қыз. Кеше мен байқап қалдым да, бізде енді жаңадан келген мысалы редакторлар бұл кісіні танып жатпайды ғой енді. Бір сәл ашуланып қалады, бір-екі парт үндемей отырып, тыржитып алады да. Соны айтып жатырмын да, бұл оның еркелігі қазір бір-екі парт солай отырады да, сосын күле шығады. Дәл солай болды. Сондай ерке, үйдің еркесі. Өте ақкөңіл, сыйластығы мол жан. Қалайсыз, Аруна? Нежный болып тұрсыз ғой. Аруна, мен бүгін сіздердің бір өзім көрген жақсы жақтарыңызды айтып жатырмын. Сізді мен бір шыншыл, сондай пысық қыз ретінде таныдым. Эфирде бірақ негізі көбінесе бір ашты пікір айтатын болсаңыз да, өмірде негізі құрметті оқырмандар өте бір ерке, сондай бір тәтті қызымыз. Өмірде сөйлесе жылап қалады. Махаббатқа келген кезде бір сондай бір өзгеріп кететіні бар. Егер шынайы өзін сүйген адамын тапса, бұл қыз біздің Айгүл сонда отыр ма? Сондай бір махаббатын тапса, өзгеріп бір күшті келін, күшті әйел бола алатын қызымыз. Сәлеметсіз бе, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Неге көңіл күй жоқ па? Басым ауырып жүр, 2 күн болды уже. Погодадан сондай ма, көбісінің басы ауырып жатыр. Ақмарал, бүгін мен сіздердің бір жақсы жақтарыңызды айтқым келіп тұр. Жалпы негізі Ақмаралмен ең бірінші танысқанымыз ол үміткер болып келген кезімізде, иә. Сол кезде гримеркада енді білмеймін, сөйлемейтін адамды сөйлеткіздіріп, мен миымды әбден ашытатын қыз едім. Сондай бір ашық, ақкөңілді қыз. Шынымен кез келген адаммен тіл табысып кете алады, ешқандай арамдығы жоқ. Не ойлайды, соны бетке айта салады. Бірақ артында ешқандай арам ойы болмайды да. Біреумен ренжісіп қалса да, оны тез ұмытып, сол моментте қалып қалады да. Рахмет көп. Ұялып қалған? Сол айтам, ұялады ке. Қалай дейсіз? Нені айтып жатырмын? Бір-бірімізге жаман сөз айтып. Иә, бір-бірімізге негативті айтып анда жақсы сөздер естіп қалсам, прям бүйтіп қалады екенсің. Мұнда Ақмаралға түсіріп жатсам, Ақмарал жылағым келіп кетті ғой дейді. Мен айтып жатырмын да, сіздер татама мейірім көрмегенсіздер ма, сонда сәл мақтап қалсаң жылағыларың келіп. Сондай болады. Бүгін сондай күн болып жатыр. Қалыңыз қалай, Шолпан ханым? Керемет. Жақсы. Бүгін Шолпан ханыммен бізде сұхбат шығады. Сонда сіздер Шолпан ханымның нағыз қандай адам екенін көре аласыздар. Бұйырса күтіңіздер, эфирден кейін шығатын болады. Және де жалпы содан кейін де мен байқағаным, сіз өте сондай шынымен де жанашыр, және болады ғой бір ішінде стержені бар адам, мықты бір адамдар болады ғой өзі іштей. Сондай бір адамды көре алдым сізден. Жалпы өзіңіз бір сондай әдемі әйел,
өзіңіздің жасыңызға да ұқсамайсыз, өте ақылды. Сондай бір жанды көре алдым сізден осы уақытқа дейін. Рахмет, сіз де сондайсыз. Аян, қалайсыз? Жақсы, шүкір, өздеріңіз қалайсыздар? Сізге бүгінгі стористер ерекше ұнайтын сияқты. Өйткені мен сіздерді мақтап жатырмын да. Мен көрмедім әлі, Сіз жаныңыз сүйетін сияқтымын сізді біреу мақтаса. Айта беріңізші. Жалпы Аян бізде ұзақ уақыт отқан жоқ әлі. Бір айдай, 1,5-2 ай болып қалды. 2 айдай. Сол уақыттың ішінде мен байқағаным, нағыз ер азаматқа тән бір қасиеттері бар. Айдана мен ситуацияның өзінде, мысалы, өзінің сезімі болды, қызды қарата алды деген сияқты. Өзінің алдына қойған мақсаттарына жететін бір ер азамат ретінде таныдым сізді. Және де бір мыс болады ғой, ер азаматта, аяулым іздеп жүрген деп сондай болсын. Сондай бір мыс бар да. Сол нәрсені жоғалтып алмаңыз, бірақ сіз осында жүріп. Сондай кісі. Біздің комик дейміз ба, білмеймін. Мен бүгін сіздерді мақтап жатырмын. Мақтап дегенде өздеріңіздің бір мен байқаған жақсы жақтарыңызды айтып жатырмын. Сізден байқағаным, ақкөңілсіз, ол біріншіден енді көңілшек. Нұржанның, мысалы, бір көңіліне алып қалатын кезде, бір көзінен жас алып қалатын кездерін менің қабылдауымша, ол сіздің сондай бір жақсы, арам ойы жоқ адам екеніңізде. Қабылдаса екен бе? Бұл мүлдем бір әрсіздікті білдіртпейді. Керісінше, бұл кісіге өзінің бір мықтылығын көрсету үшін бір қабағын түйіп жүру міндетті емес та. Бұл кісі басқа жағынан көрсетеді өзінің азаматтылығын, ер азамат. Бәрін айтып жатсыз ғой, сіз кәдімгі екен. Иә. Терлеп кеттім. Әрке